Армысыздар, құрметті Талдықорған қаласының тұрғындары, бізді экранның ар жағында тамашалап отырған құрметті көрермендер, биыл тәуелсіздігімізге 30 жыл толды. Осы үлкен мейрамға орай біз тәуелсіздік құрдастарымен сұхбаттасып, емен жарқын сөйлесек деген ниетіміз бар. Олай болса, сіздердің алдарыңызда өмірлік бағыттарын айқындап, осы тәуелсіздігіміздің өсіп өркендеуіне өз үлесін қосып жүрген Талдықорған әуендер ансамблінің әншісі Бауыржан Түркістанұлы келіп отыр. Қош келдіңіз. Енді сізге қоятын алғашқы сауалымыз, сіз жалпы тәуелсіздік құндылықтарын қалай түсінесіз? Армысыздар, құрметті көрермен, тәуелсіздігіміздің, қасиетті тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы баршамызға құтты болсын. Енді тәуелсіздіктің құндылықтары дегенде, осы бір біздің әсіресе өнер жолында жүрген әрбір жетістігіміз, әрбір жақсылығымыз, сол еңбегіміздің жемісін, нәтижесін көру, соның барлығын біз осы тәуелсіздіктің құндылықтары деп білеміз. Осылай кереметтей сұхбат жүргізіп, сөздерімізбен, әрбір біздің қуанышымызбен бөлісуіміз өткен егемендіктің арқасы деп білеміз. Енді өз басында сізді осы қоғамда болып жатқан шаралардың, жалпы белсенді жастардың бірі деп білемін. Қандай шара болмасын, шынымен де өзіңізді тек қана жақсы жақтан, қоғам белсендісі ретінде көрсетіп жатасыз, өте қуаныштымыз. Енді жалпы сіздің осы тәуелсіздік уақытында жеткен бір мақтанышпен айтатын жетістіктеріңіз бар ма? Бөлісе кетіңізші. Әрине, біз енді осы бала кезден естіп білгелі ән айтып келе жатырмыз. Сол мектеп қабырғасынан бастап көптеген байқауларға қатыстық. Оның ішінде халықаралық байқаулар бар. Мысалға, шетелден бастасақ, 2007 жылы Украина қаласындағы, Украина мемлекетіндегі Одесса қаласында Барбинок фестиваліне қатысып, халықаралық байқауына қатысып, алтын жүлде алдым осы ән бағытында, яғни вокал номинациясы бойынша. Одан кейін сол байқаудан кейін келесі байқауға жолдама алып, 2008 жылы Испанияда Валенсия қаласында дәл осындай жарыста екінші рет алтын алып, сондай бір бүкіл қазақтың жеңісі ретінде сезініп сіздер тәуелсіздік жылында дүниеге келгендеріңізге мақтанышпен қарайтын шығарсыздар. Қазіргі жастарға көңіліңіз тола ма? Қазіргі жастарға, әсіресе жігіттерге. Қазіргі жастарға сондай еңбекқор, өзі мамандаған нәрсесінде көп қол жеткізіп жүрген достарына қарап айтқан мәселе мәдениет саласы болсын, спорт саласы барлығымыздың бір мүддеміз бар, мақсатымыз бар, ол тәуелсіз Қазақстанға, елімізге қызмет ету. Осы мақсатпен әрқайсымыз жүрсек, болашағымыз әлбетте жарқын болады. Өте дұрыс айтасыздар, себебі қазіргі жастар халықтың алдында жүрген, сіздер сияқты азаматтарға қарап ой түзейді. Енді бізді экранның ар жағында бақылап отырған жастарға, халыққа жалпы айтарыңыз бар ма? Жылы лебіз тілектеріңіз болса, құттықтауларыңыз болса, біз өте қатты қуанышты болар едік. Әрине, осы бабаларымыздың аңсап күткен тәуелсіздікке баянды болсын, оған еліміздің тұғыры әрқашан биік болсын. Тек қана жақсылықтарда, жақсы өмірде жолауға жазсын. Рахмет, құрметті көрермендер, назар қойып бізге уақыттарыңызды бөлгендеріңізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Еліміз аман, әрқашанда жұртымыз тыныш болсын, тәуелсіздігіміз баянды